Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бисквитті торт жасайтын боламыз. Ең алдымен осындай ыдыстар керек болады, және ыдыстарыңыз құрғақ болсын, әйтпесе бисквиттеріңіз көтерілмей қалады. Ыдысымыздың ішін бір сүртіп аламыз, және де жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Жақсылап қараңыздар, ағына сарысы түсіп кетпесін. Егер де түсіп кетсе, қасықпен алып тастаңыздар. Міне мен екеуін ажыратып болдым, бөліп алдым. Енді жұмыртқаның ағын, ең алдымен жұмыртқаның ағын миксерлейтін боламыз. Өйткені біздің миксеріміз бөлініп қалады, сарысын істейтін болсақ. Ең бірінші ағын құрғақ таза кезінде ағын миксерлейміз. Аз-аздан қантымызды 3-ке бөліп салып аламыз. Және де аппақ болып көпіріп, өзі белгілі масса дайын болған кезде саусақтарыңызбен тексеріп көрсеңіздер, массамыз формасын бұзбай бір қалыпта қалады. Сол кезде дайын деген сөз. Міне мен уже дайындап болдым. Міне мен сияқты тексеріп көрсеңіздер болады. Енді келесіде біз сарысын, кішкене қант қосып, сарысын миксерлейтін боламыз. Оны да ағарғанша, аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Енді ұнымызға біраз қасық разрыхлителіміз салып дайындап қоямыз да, енді біз ағы мен сарысының массасын бір-біріне біріктіретін боламыз. Осылай видеодағыдай аз-аздан салып, жәймендеп, мынандай күрекшемен астынан үстіне қарай араластырасыздар. Массамыз басылып қалмасын, жаңағы көтерілген масса басылып қалмасын, соны жақсылап қадағалаңыздар. Енді ұнымызды осы електе тұрған жерде араластырып алып, 2-3 бөлікке бөліп, жәймендеп массамызға салып аламыз. Тура жаңағыдай күрекшемен астынан үстіне қарай, ішінде ұн қалып қоймады ма қадағалап, осылай араластырып алыңыздар. Менде ыдысым кішкене болып қалды. Егер сіздер үлкеніне, наоборотына сарысын үлкен ыдысқа салып миксерлеңіздер, өйткені ағын оған қосатын боламыз. Видеодағыдай осылай астынан үстіне қарай араластырып аласыздар. Массаңыз басылып қалмасын, соны жақсылап қадағалаңыздар. Достар, сосын бисквитімізге кішкене шай қасықпен крахмал салсаңыздар да болады. Ол өзінің қалыбын, формасын ұстап қалуға көмектеседі. Егер жоқ болса, салмасаңыздар да болады. Печкамызды 180 градусқа қойып, алдын ала қыздырып аламыз. Массамыз дайын болам дегенше жақсылап қыздырып аламыз. Енді міне қалыбымызға майда ештеңе жақпайсыздар. Егер пергамент қағаз болса қойсаңыздар болады. Менде болмағаннан кейін осылай өзіне сала бердім. Бірақ ол қиындық туғызбайды, оңай алынады. Осылай ыдысымызға салып, жақсылап бетін тегістейтін боламыз. Міне мен сияқты жан-жаққа осылай істеп, бетін тегістеп алыңыздар. Енді достар, міне тортымыз дайын болды. Мен бисквит піскен кезде видеоға түсіруді ұмытып кетіппін.